Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын жұмсақ кекстердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Үстінен алдын ала өлшеп алған қантымызды саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстінен бөлме температурасындағы айранымызды құямыз. Алдын ала ертіп алған сары майымызды саламыз. Барлығын жақсылап венчигімізбен тағы да бір араластырып аламыз. Толық рецепт астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді үстінен 1 шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап бір араластырамыз. Енді кезекте үстінен ұнымызды електің көмегімен өткізіп салып алатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар, сонда біздің пісірген кез келген тәттіміз өте әдемі болып шығады. Жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып алып, үстінен осындай 1 шай қасық алма уксусын салып жібереміз. Тағы да бір араластырып аламыз. Бізде осындай қатты қою емес, қатты сұйық емес, осындай өте әдемі масса шығады. Енді дайын болған массамызды кекстің формаларына құйып аламыз. Әр формаға 1,5 ас қасықтан құйдым. 1 ас қасық құйғаннан соң үстіне осылай алдын ала турап алған шоколадтарды салдым. Егер ұнатпайтын болсаңыз, салмасаңыздар да болады. Үстінен жарты қасық қамырымызды құйып аламыз. Осындай джем болатын болса, джем салсаңыздар да болады. Болмаған жағдайда салудың қажеті жоқ. Осылайша барлық формаларымызға құйып алатын боламыз. Қалауыңыз бойынша бетіне осылай әдемі етіп, сәндеп шоколад және де кондитерлік тәттілер сепсеңіздер болады, өте әдемі көрінеді. Және де пешті алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 150 градуста қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Міне осымен біздің кекстеріміз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Формаға ешқандай да май жаққан жоқпын. Май жақпаса да бұл қалыптан өте оп-оңай түседі. Кекстеріміз сондай әдемі болып көтерілді. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Дәмі сондай керемет болып шыққан, өте жақсы көтерілген, жасалу жолы оп-оңай. Қазір сіздерге арасын бөліп көрсететін боламын. Қараңыздар, қандай әп-әдемі жұмсақ болып шыққан. Көріп тұрғандарыңыздай арасы да толығымен піскен. Менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться басып, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.